Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жасалу өте оңай сникерс пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыз. Бізге керек заттар жұмыртқа, ұн, қант және ерітілген сары май, какао разрыхитель керек болады. Ең алдымен пирогтың қамырын жасайтын боламыз. Бірінші жұмыртқа, сосын ерітілген сары майымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Келесі енді құрғақ ингредиенттерді бір ыдысқа салып, оларды жақсылап араластырып аламыз. Бізде ұн, какао, разрыхитель. Енді осы құрғақ ингредиенттерімізді осы ыдысымызға салып, аз-азын салып, жақсылап араластырып, қамыр елейтін боламыз. Осылай барлық ұнымызды салып, қасықпен осылай жақсылап араластырып алсақ болады. Сосын қолымызбен жақсылап билеп аламыз. Міне қамырымызды дайын болып қалды. Осындай жұп-жұмсақ қамыр болу керек. Қамырымызды бірден ешқандай холодильникке салмай формамызға жайып шығатын боламыз. Менде форманың диаметрі 24 см. Осылай бір келкетіп әдемілеп жайып аламыз. Міне қамырымызды жайып шықтық. Енді қазірше холодильникке сала тұрамыз. Енді пирогтың ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен осындай вареная сгущенка. Вареная сгущенканың ең сапалысын алғандарыңыз дұрыс. Сосын үстінен осындай арахисті салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай бір келкетіп араластырып алдық. Енді холодильниктегі қамырымызды алып, үстіне осы салмамызды бір келкетіп жайып шығатын боламыз. Осы уақыт аралығында пешіміз 180 градуста қызып тұру керек. Пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне салмасында бір келкетіп жағып алдық. Енді пешімізде 25-30 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз да өте әдем болып пісіп шықты. Мен бөлме температурасында 1 сағат, сосын морозильникте 1 сағат суыттым. Сол кезде қатып әдем болады. Енді пирогтың үстіне шоколадты глазур дайындайтын боламыз. Мен Қазақстан шоколадын қолдандым. 90 грамм шоколад, 50 грамм маргарин қостым. Дайын болған шоколадты глазурдың үстіне майдалап туралған арахисті салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы шоколадты глазурды суыған пирогтың үстіне бір келкетіп жағып аламыз. Міне шоколадты да бір келкетіп жағып шықтық. Енді 15-20 минутқа морозильникке салып қоямыз. Шоколады сол кезде қатып әдем болады. Міне пирогымыз да дайын болды. Өте керемет болып шықты. Сникерсті ұнататын адамдарға таптырмас пирог екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Қазір пирогтың дәмін көремін. Өте керемет шыққан, жасап көріңіздер.